Кеше біз елес көрдік, сендер Паркадер подъезд арнасындасыңдар. Ең бірінші видео елестен басталады. Бүгін біз елестер түсіретін сияқтымыз. Өйткені біздің үйде привидение бар. Шынымды айтайын достар. Кеше біз екеуміз түнде шықтық. Айбын екеуміз осылай осы жерде отырдық. Ана жерде бір дауыстар естідік. Сосын екеуміз жүгірдік те. Білмеймін не екенін. Бірақ ол ана жақтан естілді. Қазір біз далаға шығып қарайтын боламыз. Қазір кеше біз түнде қорықтық та, үйде жалғыз болған кезде ұйықтап қалдық та. Сосын ұйықтағаннан кейін таңертең тұрдық. Таңертең тұрғаннан соң осыны зерттеймін деп видео түсірейік деп айттық. Айбын екеуміз қазір біз видео түсіретін боламыз да. Кеттік. Міне достар, біз далаға шықтық. Қазір Айбын екеуміз қазір біз ана жақтан шықты дауыстардың бәрі. Мына жақта кеттік. Қазір естідің ба? Ешкім білген дауыстар ғой. Іздеп қарайтын болғанбыз енді. Достар, шынымды айтсам, біз ана жерде отырған кезде бізде дауыстар мына жақтан шықты. Ана есік ашық тұр, дәуесе. Бұл сен қараш. Қазір үйде ешкім жоқ та. Көрдің ба, есік ашықты. Кеше біз жапқан сияқты едік қой, кешке қарай. Сосын түнде есігі ашылып кеткен ғой. Бір түрлі деп бақырған дауыстар естілді. Шақырып жатыр ма? Тезгелі қамен қорқам. Міне достар, қорқып тұрмын негізінде. Бірақ ештеңе жоқ болар енді, білмеймін. Зәт монша біз мұнда кірген жоқ ма ше? Шолан ба зәт екен, білмеймін мұндан. Айбын қайда? Айбын қайдасың? Кетіп қалды, оны көршілер шақырып алды. Айбын көру керек бұны. Достар, міне достар, қазір қорқып отырмын. Есік ашылды, көрдіңіздер ма? Мұнда елес бірдеңе бар. Шын айтайын достар, елес бірдеңе бар мұнда. Қорқып тұрмын. Мен зерттеуім керек, білуім керек.